Әкімнің орынбасарлары мен бөлім басшыларының қажетіне жараған мына машиналар енді бір ай осында тұратын болады. Қала басшысы қарамағындағылар ебін тауып қызметтік көлікті пайдаланбау үшін мемлекеттік нөмірлерін шешіп алыпты. Жүргізушілерді демалысқа жіберіп қарауыл қойған. Дайын көлікке үйреніп қалғандар үшін бұл жағдай аздап қиындық тудырып жатқан сыңайлы. Мәселен, 103-ші бағытпен қатынап жүрген Гүлжан Құрманбекова ешқандай проблема көрмепті. Проблема мен көрген жоқпын. Кешке мен 8-де 20-да міндім. Ол кезде автобус полный халық болды. Проблема көрмедім. Ал несі? Тек кондукторлар остановкада айқайлаған болмаса, сол бойынша замечание айтылды. Қала әкімінің тағы бір орынбасары Тимур Баймұханов үшін қоғамдық көлік таңсық емес. Ол демалыс күндері үнемі автобуспен жүремін деп ағынан жарылды. Сондай-ақ бұл ешқандай көз бояушылық емес дейді. Көз бояушылық болатындай не бар? Өзіміздің еліміз, өзіміз қаламыз, өзіміздің тірлігіміз. Бұлай қарасаңыз жұмысымыз да, азаматымыз, борышымыз. Сағат кешкі 7-ден асқанда Ғабидолла Абдрахымов төбе көрсетті. Көшеде емін-еркін серуендеген қала мэрі тілшілердің өзін күтіп тұрғанын байқамай қалды. Сөйтіп, қымбат джиптен автобусқа не үшін отырғанын баяндай бастады. Егерде мемлекеттік қызметкерлер жаңағы қоғамдық көлікпен жүргісі келсе, мен оларға жоқ деп айта алмаймын. Бірақ мен өзім ұсыныс беретін барлық біздің тұрғындарға, тек қана мемлекеттік қызметкерлерге емес, особенно жастарға, неге велосипедпен жүрмейсіңдер? Велосипед рахат нәрсе ғой. Тегін, с ветерком, денсаулыққа жақсы. Әр сөзі хитке айналатын Шымкент әкімі қайырымдылық жасапта бірнеше рет көзге түскен еді. Ғабидолла Рахматуллаұлы қызметтік көліктің жанармайынан үнемделген ақшаны төменгі сатыдағы мамандарға сыйақы ретінде үлестіріп бермек. Мына жерде мен әлеуметтік жүйелерін оқып отырмын. Вот, надо им зарплату, как всем поставить. Что все знали, простые главные специалисты и начальники отделов акимата получают зарплату 50-60 тысяч тенге. Начальники, может быть, 100 тысяч тенге получают. Вот и все. Расымен де, әлеуметтік желіде Шымкент әкімінің бұл әрекеті қызу талқылануда. Бірі шақтап, екіншісі даттап жатқан бастаманың қаншалықты баянды болатыны бір айдан кейін белгілі болмақ. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Талғат Қырғызалиев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.